Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар, 3-ші сыныптың қазақ тілі сабағы 8-ші сабақ. Бүгінгі сабақта 31-ші жаттығудан 30-ші жаттығуға дейін бірге қарастыратын боламыз. Құрметті оқырмандар, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар, лайк басыңыздар, каналға тіркеліп алыңыздар. Өлеңді рөлге бөліп оқы дейді. Яғни қасымыздағы парталасымызбен рөлге бөліп оқиық. Ау, түйе құс, неге сонша сұстысың? Түйемісің, құспысың? Түйе болсаң құсың не? Ал құс болсаң түйең не? Бұны қалай түсінем? Бұдан қандай ой түйем? Мен айтайын білмесең, құс ішінде түйедей, бар бойымда түрденем. Түйе ішінде түймедей, ұшқан құстай жүгірем. Әрі түйе және құс, мен боламын түйе құс. Өлеңнің пайымдау бөлігін тауып көшіріп жаз. Бұл жерде пайымдау бөлігі соңында тұр бізде. Мен айтамын білмесең деп басталатын жерде, бұл жерде пайымдау басталады екен. Ал мына жерде осы түйе құсқа байланысты сұрақтар қойылады. Түйе құс неге ұша алмайды? Өз пікіріңді білдір дейді. Яғни бұл жерде түйе құстың қанаттары денесінен кіші болғандықтан, салмағы ауыр болғандықтан ұша алмайды деп біз дәлелдеп пікірімізді білдіріп қояйық. Ендеше бұл жердегі пайымдау бөлігін тауып көшіріп жаза қойыңыздар. Суреттерге қара, онда не бейнеленген дейді. Бірінші суретте бізде баланың қоянды ұстайын деп жүгіріп бара жатқанын көріп тұрмыз. Одан кейін қоянды жарақатын емдеп жатыр бала. Одан кейін бала ол қоянмен бірге жүгіріп жүр екен. Мына сұрақтарға жауап бер. Бала орманнан не тауып алды? Бала орманнан қоян тауып алды. Қоянның аяғына не болды? Қоянның аяғына сынып қалған екен. Ол сондан жүре алмай қалған екен. Бала оған қандай қамқорлық жасады? Бала оның аяғын емдеуге көмектесті. Қоян жазылғаннан кейін оны қайда апарды? Қоян жазылғаннан кейін оны өзінің орманына апарды. Бала қоянға неліктен көмектесті? Қоян себебі жабырқаулы, одан көмек күтті. Сондықтан қоянға осындай көмек көрсетті. Керекті сөздеріміз: бірде, көрді, аяғы сыныпты, әкелді, таңды, емдеді, тамақ берді, жазылды, еркіне жіберді деген сөздерді, керекті сөздерді пайдалана отырып, біздер мәтін құрастыруымыз керек. Суреттер мен сұрақтар бойынша әңгіме құра және оған ат қой, керекті сөздерді пайдалан дейді. Құраған әңгімеңді жаз. Өзің хайуанаттарға немесе құстарға қамқорлық жасап көрдің бе дейді. Яғни сіздер де балалар осындай құстарға, хайуанаттарға қамқорлық жасаған шығарсыздар да, естеріңізге түсіріп айтып беріңіздер. Ендеше біз мынадай әңгіме құрастырдық. Мейірімді Бекбол деп алдық тақырыбын. Бірде Бекбол орманнан жүре алмайтын қоянды көрді. Қоянның аяғы сыныпты. Оны үйіне әкеліп тамақ берді. Аяғын емдеді. Қоян жазылып кетті. Бекбол қоянды өз еркіне жіберді деп мәтінімізді аяқтай аламыз. Ендеше біздер бұл жерде әңгімелеу мәтінін құрастырдық. Не істеді деген сұраққа жауап беретін бізде әңгімелеу мәтін еді. Мәтіннің бізде неше түрі бар? Мәтіннің 3 түрі бар. Пайымдау мәтіні, сипаттау мәтіні және әңгімелеу мәтіні. Біздер 32-ші жаттығуда әңгімелеу мәтінін құрастырып шықтық. Көп нүктенің орнына тиісті әріпті қойып, жұмбақты көшіріп жаз. Шешуін тап дейді. Қалқиып ұзын құлағы елеңдеп қорқып тұрады. Бұл әрине жауабы қоян екен. Құлағы қалқиып тұрады, құлағы ұзын қоянның. Қалқиып ұзын құлағы елеңдеп қорқып тұрады. Үнемі дыбыстан ол қорқып қашуға дайындалады екен. Оның қорғанышы, яғни екі аяғы екен. Екі аяғы арқылы өзінің жауынан қашып құтыла алады екен. Ендеше біздер жаңағы Бекбол деген бала қоянға мейірімділік танытты, қоян туралы айттық. Ал мына жұмбағымызда да қоян туралы екен. Ендеше жануарларға, құстарға біздер өз көмегімізді беруіміз қажет. Олар біздің жаңағы табиғатымызға өте қажет. Сондықтан әр уақытта да зиян келтірмей, керісінше көмек көрсетіп жүрейік. Құрметті оқырмандар, бүгін біздер тапсырмаларды, жаттығуларды орындап аяқтадық. Сіздерге түсінікті әрі нақты болған болса, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар, лайк басыңыздар.
мәтінге байланысты тапсырмалар орындадық. Мәтіннің бізде 3 түрі бар: пайымдау, сипаттау және әңгімелеу мәтіндері. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.